Маңғыстау қауымына тарайтын сұрағандарың сөз болса, хабары игілікті болсын. Бұл өте орынды көтерілетін мәселені ауқымды ұластырса, біздің халқымыздың тұтастығына қызмет ете беретін хабар болады деп есептеймін. Маңғыстау телеарнасынан сұрағандарың сөз болса деген айдар өте бір жұғымды екен. Шіркін аяны бейнеуге дейін, шіркін аяның ар жағындағы қойнауға дейін, Форт Шевченкоға дейін, соның бәрін аралап, мен Маңғыстау өңірінің халқымен, көрермендерімен әдеби сүйетін ортада бір болғым келіп жүр, бірақ оған әлі мүмкіндік тумай жатыр. Айтатын нәрсем, сәлемде сәті бар дейді ғой. Бір сәті түсір, сәтті күнде кездесейік. 360 әулелі пір бекеттің елінде бастау алып жатқан сұрағандарын сөз болса дейтін хабардың бұдан әрі ай аяқтанып, бота тірсектеніп, нарға айналып, қатепті қара нардай Махамбет жырлаған елдің жүрегінен орын табатынына мен шексіз сенімдімін. Осы бастаған баспаларыңызға Алла қолдасын. Ассалаумағалейкум, әдебиет сүйер әлеумет. Назарларыңызда сұрағандарың сөз болса бағдарламасының кезекті хабары. Өздеріңіз жақсы білесіз, біздің басты мақсатымыз Маңғыстау әдебиетін насихаттау, қаламгерлеріміздің шығармашылығын таныстыру, олармен алуан тақырыпта сұхбаттасып, сол арқылы көрермендердің де көзқарас пайымын қалыптастыру. Бізде айтылған әрбір әңгіме қоғамдық пікір немесе белгілі бір ортада ой таластар, пікір таластар туғызса дейміз. Биылғы жаңа маусымда тұсауы кесілген бұл бағдарламамызға да жарты жыл уақыт болған екен. Осы уақытқа дейін алдыңғы буын ағаларымыз айтқан әңгімелерді бүгінгі хабарымызда қысқаша шолу жасап, назарларыңызға ұсынбақпыз. Сұрағандарың сөз болса, қалағандарың біз болсақ, қандырайын көптің құмарын, шын шабытым келгенде, ағыным тасты аударғаны, аймен қайнар өзен бұлағың. Үлкен әдеби ортада болып жатқан оқиғалар, үлкен мінберлерде айтылып жүрген әңгімелер қалың оқырманды да қызықтырмай қоймайды. Мәселен, өткен жылдың басында қазақ әдебиетінде бір топ әдебиет, мәдениет қайраткерлері қол қойған саралайтын кезең келді деген үндеу хат жарияланған болатын. Онда барлық мәдени, рухани салада, соның ішінде әсіресе әдебиетте тәуелсіз Қазақстанның жаңа тарихын ғылыми көркем тұрғыдан саралау, бағалау уақыты туды деп жазылған. Алайда ол тәуелсіздік алғалы бері айтылып та, жазылып та жүр. Ол үшін мемлекет тарапынан қандай мәселелер қолға алыну керек? Бұл мәселе жөнінде зиялы қауым арасында да екі жақты пікір қалыптасты. Мен жалпы жазушыларды ананы жаз, мынаны жазба деп ақыл айтуды қою керек деп есептеймін. Мемлекетте, қоғамда олардың шаруасы емес. Бұл Құдайдың сол мойнына дарын қабілет бітірген адамдарға берген әлеуметтік заказы, қазіргі тілмен айтқанда. Сондықтан да мен бұл хатқа қол қойған жоқ. Өйткені себебі ол әрбір жазушының өзінің міндеті. Біз тәуелсіздікті қалай аңсасақ, әрбір суреткер сөз бостандығында солай аңсады. Сондықтан оны күнде саудаға салып, ананікі дұрыс па, мынанікі теріс пе деп жатудың өзі ерсі. Ашық хаттың қоғамда, әдеби, мәдени ортада әсері, ықпалы болды ма? Оған аталмыш хатқа қол қойған ағаларымыздың бірі Қадыр Мырза әлі айтады. Енді ол мәселе былай егер шын мәнінде тым нақтылы келетін болсақ, ол ықпалының қаншалықты екендігін ешкім анықтай алмайды. Мәселе сол хаттың жазылғанында. Мәселе соған белгілі бір адамдардың қол қойғанында. Мәселе соған белгілі адамдардың қол қоймағандығында. Осы арағын уақыт өзі анықтайды. Қоғамның көлеңкелі тұстарын айна қатесі сипаттау суреткердің басты мұраты. Өйткені әр жазушы өз заманының жыршысы. Бір кездері соғыстың соңғы жазы деген тақырыпта бірнеше баллада кітаптарын жазып, өз ортасын жырлау арқылы сол кезеңнің портретін ашып көрсеткен қазақтың шалт мінезді, көрнекті ақыны Өтежан Нұрғалиұлынан сұрадық. Бүгінгі күннің шындығы кешегіден де сорақ емес пе? Сонда ол қашан жазылады, қашан жарияланады? Мен ойлаймын, әрбір адам жазушы. Әрбір адам өзінің шындығы бар, оны жасырады. Сондықтан әрбір адамның өзіне тікелей баратын
оның шындығын, сейпін ашатын кілт өте аз. Біздің әдебиетіміз осы кілтті жоғалтқан ардағашы. Біздің қазақ әдебиетіндегі геройлар жасанды бір асқақ тұлға болып көрінеді. Жұрттың бәріне Абай керек, жұрттың бәріне Шоқан керек, жұрттың бәріне бір ситуация батыр болу керек, ал өмір батырлықты қаламайды. Кез келген адам тұмсығы тасқа тиеді, кез келген адам кислородный голодание болады, кез келген адам сордайды. Сол адам мені қағазға қалам алуға мәжбүр етеді. Ал ол шығарма жарық көре ме, жарық көрмей ме, онда менің шаруам жоқ. Өйткені қазір әдебиетсіз өмір сүреді, қызықтар көп, компьютер бар, я болмаса шетел асып кетесің, я болмаса той томалақ бәрі жетеді. Әдебиетті зәменсіз деп ойлаймын. Әдебиеттің ешкімге керегі жоқ. Иә, сол 60-шы жылдары әдебиетке келген таланттар шоғыры қазақ әдебиетінің алтын ғасырын жасады деп бағаланды. Олардың дарыны мен арыны кейінгіге де үлгі болып, артынан өздерінен кейінгі буынды да ерте білді. Кезінде ана Бальзак айтты деген сөз бар ғой, ол Бальзактан да бұрын бар әңгіме. Ақындар провинцияда туып, Парижде өледі дейді. Демек, өзінің туған жерінде туады да, сол үлкен қалаға келеді деген айтқан ғой. Үлкен қала деп отқан не нәрсе? Үлкен қала деп отқан әдеби орта. Сондықтан біздің барлығымыздың, баршамыздың арманымыз Алматы болды. Қала ретінде емес, әдеби орта ретінде. Сондықтан Алматы деген біз үшін не еді? Алматы деген біз үшін Алатаудың бауырындағы гүл жайнап, көшелерінде сылдырап, бұлақ ағып жатқан қызылды жасылды қалайы ғана емес, қалаған емес. Ол айталық, ол Тоқаш Бердияров, ол Өтежан Нұрғалиев, ол айталық Қадыр Мырзалиев, ол Әбіш Кекілбаев, ол Фариза Оңғарсынова, ол өзіміздің қатарларымыз Аманхан Әлімов, осындай ақындар еді. Біз соларға ұмтылдық, біз әдеби ортаға ұмтылдық. Және сол дұрыс болды ғой деп ойлаймын. Алматыға келу дегенде қазір бір ерекшелігі бар. Алматыға дайындықпен келген дұрыс. Бет алды ауылдан екі өлең шыққаннан кейін, немесе екі кітап шыққаннан кейін бірден Алматыға келу, ол ақынның өзіне де обал, және поэзияға да обал. Ішкі дайындығы мол болып келу керек. Ішкі дайындық деген не нәрсе? Ол өзінен бұрынғы ақындарды, өзіне дейінгі жасалған әдеби нұсқаларды барынша терең игеру, барынша терең білу, соның үдесінен шыға білу. Қаламгерлер турасында, оның ішінде ірі қалалар және кіші қалалар мен ауыл аймақта тұратын қаламгерлердің ойлау жүйесі мен дүние танымындағы өзгерістерінің олардың шығармашылығында қаншалықты көрініс табатындығы жайлы сөз қозғалғанда екі жақты пікір айтылады. Оның алғашқысында орталықтан шеткері жатқан қаламгерлердің көбінде өзіндік қолтаңбаның жоқтығы, сыртта еліктеудің басымдығы көрініп тұрады. Бұл көбіне кейіпкерлердің аузына сөз салуда, демек, сол арқылы өзінің бүгінгі қоғамға, саясатқа, адамгершілік, моральдық ұстанымдарға үн қосуында анық сезіледі десе, енді бір жазармандар. Мағынасы жоқ қара сөз, поэзиясы жоқ өлең, әдеби орта болмаған жерде пайда болады деген далбаса сөз. Бұлбұл торда отырып та сайрайды ғой. Жазушыны жасайтын әдеби орта емес, жарық әлемнің жан-жағын жабығынан ақ көре алатын сұңғыла ойы мен жанын жұлып жеп тұратын жалғыздығы. Өмірді оқып тануға осыдан өзгедей жол жоқ. Жалғыздығымен бетпе-бет қалған жазушы өзіне өзі ұстаз, өзіне өзі оқушы дейді. Қасиетті Түркістаннан түлеп ұшып, ердің жасына жеткенше әулиелі топырақ Маңғыстауға ұзақ жыл еңбек еткен, азаматтық тағдырын, ақындық тағдырын осы өлкемен байланыстырған қарымды қаламгер ақын Темірхан Медетбек осы жөнінде, яғни үлкен әдеби орта мен алыс аймақтар туралы айтқанда, менің бүкіл саналы өмірімнің негізі Маңғыстауда өтті. Аттай 25 жыл сонда болдым. Егер мен шамалы танымал болсам, сол Маңғыстауда жүріп танымал болдым. Елмен араластым, қолымнан келгенше қызметімді көрсеттім. Маңғыстаудың өнерін, әні мен күйін, шежіресі мен жырын көкірегіне құйып алған 5-6 замандас ағаларым мен іні бауырларыммен қатар жүріп, қатар тұрдым. Сырластық, ел араладық, жер көрдік. Бір адамда маған мынаның жүзі бөлек, руы басқа деп айтқан емес.
өз азаматындай көрді. Әлі де солай, сол үшін де ол елге мыңда бір рахмет деп ағынан жарылады. Темағаң Әбіш Кекілбайұлы Темірханның басты кітабы деп бағалаған Көк түріктер сарынын да осы Маңғыстауда жүріп қайта жаңғыртқан болатын. Бұл енді Көк түріктер сарынын мен өзі жалпы ұзақ уақыт толғанған нәрсе. Бұл бір күнде келіп, еш уақытта мұндай форма жоқ. Бар, ол тек қана тасқа қашалған күлтегімен тоны көк. Ал басқа ешкімде жоқ. Жыраулық поэзиямен де меңгеріп жазуға болады. Ол жаздым менде. Көп болмағымен бар ондай өлеңдерім. Ал бірақ бұл форманы жаңағы өзім осы Маңғыстауда жүргенде ойланып, соншалықты соны бір әрине ол Тоныкөктің сарынымен жаңағы күлтегін сарынымен сол қалпында жазсаң ол өзі бір қиында болады. Оны өзінше қорытуым керек. Өте бір қарапайым сияқты. Бірақ өте қиын болды маған. Қарапайым нәрсенің қарсылығы көп болады жалпы. Оны игеріп, оны иілеп, оны жарып, оны қарсылығын жеңу үшін саған сенде үлкен қуат болу керек. Тек қана өзіңнің дәстүрінен ғана емес, оның кейін ол дүниедегі сопротивление дейді ғой, мынау 40-шы жылдары көптеген Незвал, жаңағы Гарсия Лорка, соларда жыраулық поэзияның үлгілері бар. Жазбаша жыраулық поэзия. Білдіңіз ба? Солардан да үйрендім, жалғыз қазақтың емес. Ананы жеңу үшін сен қаруларың керек, күшеюің керек, ілім білімің болу керек, көзің ашық болу керек, қуатың зор болу керек. Соның кейін барып мен осыған келдім. Оны белгілі бір дәрежеде осы Маңғыстауда жүріп ешқандай игірамай сөйтіп қорытылып бір күннің ішінде 3-4 өлең біраз жаздым. Еліміздің әр аймағының айтыс ақындарының қуатты өкілдерін аламанға қосып, қалың көпшілікке талабын танытып жүрген ақын Жүрсін Ерман, орталықта жүргендердің бәрі әулие емес, әр аймақта да өз жүйріктері бар, олардың ешқайсысы бір-бірінен кем емес деп, өзі де бүгінгі жазба әдебиетімізді жоғары бағалады. Бүгінгі өмірдің қилы күйбеңдері, мүмкін басымыздан өтіп отқан тәуелсіздік тағдырымыз таныған кезде басымыздан өтіп өткен әртүрлі шырғалаңдар, дербес ел болу жолындағы, халықтың ұлттық санасын қалыптастыру жолындағы жүріп жатқан әртүрлі деңгейде күрестер, ол алдымен қалам иесінің бойына сіңу керек. Ол ақын болсын, ол жазушы болсын, ол драматург болсын, ол сыншы болсын. Қазіргі қазақ поэзиясы деңгейі аса шырқау биікке шығып кеткен, көркемдік дәрежесіне ұсынсаң қолы жетпейтін көркем поэзия. Енді өзінің дәстүрін сақтаған, ар жақ бер жағын тегінде бар әдебиет қой. Енді оны ауызбен қу шөппен сүртіп, поэзия жоқтап қалды болмайды. Поэзияның ең қуатты өкілдері мүмкін қазір жұмыс істеп жатқан шығар. Өйткені мерзімді баспасөзде болсын, газеттерде болсын, шығып жатқан кітаптарда болсын, жарияланып жатқан өлеңдерді сұрыптасаңыз, енді әрбіршінде бір бидай әртүрлі дүние болады. Қазір ақшасы барлар әртүрлі кітап шығара беретін болды. Пенсияға шыққан қарттар да өлеңдерін жиғанын жазып, мыңдан екінганымен шығарып, сататын жағдайға келгенмен, негізгі әдебиет жасайтын әдебиет негізгі күші қатты жұмыс істеп жатыр. Оның барлығының деңгейі әртүрлі болғанмен, осы поэзияның, осы халықтың мұңын, сырын, жанын салып жазып, әдебиетке қосып жатыр. Проза да сондай. Қазір тіпті бұрын кеңестің кезінде айтылмайтын тақырыптар болды. Қазір жазушының қолында қаламы бар, Шолақтың сөзімен айтсақ, жаман жазудан басқа праваның барлығы берілген. Біздің әсіресе тарихымызды түгендеу үдерісі қазір көркем прозада жақсы орында бар. Осы тұрғыдан алғанда бүгінгі қазақ әдебиеті ұлтқа шама шарқынша адал қызмет етіп, біздің өзін өзі енді тани бастаған, оң солын енді тани бастаған, болашағын енді бағдарлай бастаған қазақ дейтін ұлы құдіретті халықтың мүддесіне қызмет етіп келе жатыр. Маңғыстауда жазушылар одағы бөлімшесінің жоқтығы да көптен бері сөз болып жүр. Егер облысымызда мұндай отау қорлары болса, тек оның мүшелері ғана емес, қолына қалам ұстаған кейінгі жастар да сол ортада бас қосып, ағалардың ақыл кеңесі мен әдебиет әлеміндегі қадамын нықтауға мүмкіндік туар еді. Сондықтан бұл да күн тәртібіндегі өз шешімін күтіп тұрған өзекті мәселе. Маңғыстауда біздің біраз қаламгерлеріміз тұрады. Белгілі өте талантты қаламгерлеріміз тұрады. Біз алдында облыстық әкімшілікке шыққанбыз, одақтың филиалын ашу жөнінде. Қаламгерлер өздері бастары бірігіп, анау облыстық әкімшілік арқылы
кәдімгі өздерінің арасынан біреуін ұсынылатын болса, біз оларды қолдауға дайынбыз. Барлық жағынан қазір әдебиетке бөлінетін гранттар болады, түрлі басқосулар болады. Біздің енді ол Маңғыстау сияқты үлкен іргелі елде жазушылар одағының филиалының жұмыс істемей тұрғаны, қаламгерлердің әрқайсысы өз бетімен жүргені тіпті сәл ыңғайсыздау. Біз енді оны ойластырып отырмыз, бірақ біз ойластырғаннан бұрын сол жердегі жігіттердің де, қаламгерлердің де, облыстағы билік институттарында, билік тұтқасында отырған азаматтардың да сәл ынтасы керек мына жағдайда. Мінекей құрметті көрермен, алдыңғы буын ағаларымыз айтқан ой пікірлеріне де көзқарастарына да қанықтық, тіпті естеліктерін де тыңдадық. Келесі кезек орта буын мен кейінгі толқын қаламгерлерде. Ендеше әлі де айтарымыз көп болсын. Эфирде жүздескенше қайыр хош.